5 сынып математика сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз координаталық сәуле. Сабағымыздың мақсаты координаталық сәуле, бірлік кесінді, координаталар басы, нүктенің координатасы деген ұғымдармен танысамыз. Алдымен бізге таныс өлшем бірліктерді еске түсіріп алайық. Миллиметр, сантиметр, метр және километр. Миллиметрмен біз әдетте ұсақ заттарды өлшейміз, мысалы шыбын. Ал сантиметрмен біз айталық қаламның ұзындығын өлшей аламыз. Метрмен адамның бойын немесе ғимараттардың биіктігін өлшеуге болады. Ал километрмен мысалы көліктің жүріп өткен жолын немесе екі қаланың арасын өлшеуге болады. Бұларды мұқият есте сақтап алыңдар, себебі алдағы уақытта бұл бізге қазір қажет болады. Координата дегеніміз не? Координата дегеніміз әр нүктенің сандық сәуледегі мекен жайы. Математика ол өмір, сондықтан координатаны өмірде қалай қолдануға болады? Айталық, мен Ақан Сері көшесінде тұрамын, және менің үйімнің номері 19. Демек, менің координатам Ақан Сері 19. Дәл сол сияқты әр нүктенің де сандық сәуледе өзінің орны болады. Бірлік кесінді. Жаңағы айтқан өлшем бірліктерді еске түсіруге. Бірлік кесінді деген сонымен не болды? Ұзындығы, бірлік ұзындық ретінде алынатын кесіндіні біз бірлік кесінді деп атаймыз. Мысалы, мынау бізде бірлік кесінді болса, біз есепке байланысты әр бірлік кесіндіні әр шамаға теңестірсек болады. Мысалы, бірлік кесінді бірге тең болуы мүмкін. Егер бірге тең болса, әр келесі нүктеміз 1, 2, 3 деп бір-бірден қосылып отырады. Оны қазір жақынырақ білеміз. Сандық сәуле. Бірінші, сәуле деген ұғымды еске түсіріп алайық. Сәуле дегеніміз басы бар, бірақ ұшы жоқ, шексізге кете беретін фигура. Ал осы сәулеміздің бойынан нүктелер белгілейтін болсақ, бұл бізде сандық сәуле деп аталады. Ал енді айтқан бірлік кесіні деген нәрсені еске түсірейік. Мысалы, мына жерде О мен А-ның арасы бірге тең. Демек, әр келесі нүктеге бір-бірден қосылып отырады. Көріп тұрғанымыздай 1, 2, 3 және тағы сол сияқты. Ал мына мысалымызда бірлік кесінді 10-ға тең болып тұр. Демек, әр нүктеге 10-10-нан қосып отырамыз. Сонда балалар, 1, 2, 3, 4 деген сандар сәйкесінше А, Б, С, Д нүктелерінің координатасы болып есептеледі екен. Және есе сақтайық. О нүктесі координаталар басы деп аталады. Немесе бас нүкте деп те атаймыз. Бір мысал қарастырайық, түсінікті болу үшін. Бізге бір сандық сәуле берілген. Байқағанымыздай бірлік кесінді бірге тең болып тұр. Демек, әр келесі нүктеге бір-бірден қосып отырамыз. Біздің тапсырма А және Б нүктесін табу. Демек, келесі нүкте 2 болады ғой. 3, 4, 5, 6. Демек, А нүктесінің координатасы 4-ке тең, Б нүктесінің координатасы 6-ға тең. Тағы да бір мысал. Бізде тағы да бір сандық сәуле берілген. Ол жерде А нүктесі 10 деп тұр. Демек, бірлік кесінді бізде 10-ға тең. Әр келесі нүктеге біз 10-10-нан қосып отырамыз. Демек, 10 болса, келесі 20, 30, 40, 50, 60, 70 деп кете береді. Ал бізге қажетті Б нүктесі 40-қа тең екен. Ал С нүктесінің координатасы 60-қа тең. Енді осы жаңа айтқанымызды математикалық тілде дұрыс айтып және жазып біліп жүрейік. Егер бізге бір нүктенің координатасын айту керек болса, біз оны екі жолмен айта алады екенбіз. Мысалы, А нүктесінің координатасы 4-ке тең, немесе координатасы 4-ке тең, А нүктесі. Енді тапсырма орындап көрейік. С, Б, Ф, К, З нүктелерінің координатасын, яғни мекен жайын тауып көрейік. Бізге көмек ретінде 450 саны жазылып қойылған. Біз бірінші бірлік кесінін тауып алайық. 0-ден 450-ге дейін неше бөлік? 1, 2, 3. Демек, бірлік кесінін табу үшін біз 450-ді 3-ке бөлеміз 150. Демек, біз әр нүкте сайын 150-ден қосып отырамыз. Сонда тексерейік.
0, 150, 300, 450. Дұрыс екен, иә? Енді S нүктесінің координатасы 150 екенін таптық. Әрі қарай B нүктесін тауып көрейік. B нүктесі 450-ден 1, 2, 3 қадам алыс орналасқан. Демек біз 150-ді көбейтеміз 3-ке, 450, 450-ге 450 қоссақ 900 болады. Міне, B-ның координатасы 900-ге тең. Әрі қарай F нүктесі. Ол да B нүктесінен 1, 2, 3 қадам алыс орналасқан. Ол да 450, 900-ге қосамыз 450-ді, F координатасы 1350-ге тең. Әрі қарай K нүктесі F-тан 1, 2 қадам алыс орналасқан. Демек, 150-ді көбейтеміз 2-ке 300, 1350-ге 300-ді қоссақ 1650. Енді соңғы Z нүктесін табу үшін ол K-дан 1 қадам алыс орналасқан. Демек, жай ғана 150-ді қоса саламыз. Сонда 1650 қосу 150, Z координатасы 1800-ге тең. Тапсырма орындауды жалғастырайық. Координаталық сәуледе N нүктесінің сол жағында 9 бірлік кесіндіге тең аралықта орналасқан B нүктесінің координатасын тауып жазайық. Міне бізде сандық сәулеміз берілген. N нүктесі айтқандай 18, координатасы. Енді бізге айтты ғой, 9 бірлік кесіндіге солға жүреміз. Кеттік. 9 қадам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қайда келіп тоқтадық? 9 нүктесіне келіп тоқтадық. Демек, B нүктесінің координатасы 9-ға тең. Натурал сандарды салыстыру. Жалпы натурал сандарды қалай салыстырамыз? Біз бәріміз санау білеміз, Ал санаған кезде қай сан алғашқы болса, ол кейінгі тұрған саннан кіші болады. Мәселен, 35 пен 28-ді салыстыру керек болса, біз санаған кезде 28-ді бұрынырақ айтамыз, Демек, 28 35-тен кішкентай. Ал егер натурал сандарымыздың разрядтары әртүрлі болса не істейміз? Айталық, бізге 2 натурал сан берілді. Қай санымыздың разрядтар саны көбірек болса, сол сан артық болады. Мысалы, 978 бен 1056. Разрядтар деген есімізде ғой, бірлік, ондық, жүздік және тағы сол сияқты. Мына жерде 1056 санымыздың қараңдар. Бірлік, ондық, жүздік, мыңдық бар. 4 разряды бар. Ал 978-ің бірлік, ондық, жүздік, 3 қана разряды бар. Демек, 978 1056-дан кіші. Ал координаталық сәуледе натурал сандарымызды қалай салыстырамыз? Бұл жерде тіпті оңай. Қай санымыз сол жақта болса, сол кіші болады, ал қай сан оң жақта орналасса, сол санымыз үлкен болады. Мысалы, мына жерде көріп тұрмыз, 1 2-ден кішкентай, 2 4-тен кішкентай, 3 5-тен кішкентай деген сияқты. Енді осы тақырыпшамызға байланысты 1-2 тапсырма орындап көрейік. 35 пен 16 мен 18-дің қосындысын салыстыру керек. Бірден айта алмасақ, жағаны қосайық. 16 қосу 18, 34. 35, 34-тен әрине артық. 63 пен 10-ның азайтындысын 7 мен 7-ның көбейтіндісімен салыстырайық. 63 азайту 10, 53, 7 көбейту 7, 49. 53, 49-дан артық. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге өте қызықты, пайдалы әрі түсінікті болды деп үміттенемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.